Ал достар, келесі кезекте біз қазақтың Toyota Camry автокөліктерін сіздерге көрсететін боламыз. Біздің халық өте қатты жақсы көреді. Бұл автокөлік кезінде біздің рынокқа көп количествода кірген автокөліктердің бірі болып саналады. Өздеріңіз білетіндей 20, 25, 30, 35 автокөліктерін біз қатты жақсы көреміз. Бағалары примерно қазір космосқа ұшып бара жатыр. Ал мына жерде Toyota 70 Camry, комплектация Lux Safety, толық жиынтықтағы комплектация, 2018 жылғы 66 мың ғана шақырым жүрілген, 2.5 қозғалтқышымен жабдықталған. Алдыңғы лобовой терезесіне келетін болсақ, антиблик орнатылған екен. Көк түсті толық лобовой ауысқан сияқты. Lux Safety комплектациясы толық жиынтықта автокөлік сатылымында қазіргі таңда Сүйінбай 243 Nissan орталығында тұр екен. Жалпы состояниесіне келетін болсақ, белый жемчуг, цветі өте жақсы көрінеді. Әрине сіздерге камера бұл цветті бере алмайды, бірақ белый жемчуг цветі өте күшті көрінеді. Жалпы Camry қазіргі таңда инвестиция деп атасақ та болады. Өйткені бұл автокөлікті сіз сатып алып, 1-2 жылдан кейін 20-30%-ке қымбат сатып жүрсеңіздер болады. Келесі кезекте бізде Camry 70, тағы да Toyota Camry 70 2019 жылғы жалпы бағасына келетін болсақ, бағасы бұл автокөліктің қазіргі таңдағы, қазір бір минут достар, ақ Camry'дің бағасын айтқан жоқпыз, бағасы 16 миллион 990 мың теңге. Ал мына қара Camry'дің бағасы, комплектациясы Lux екен, 16 миллион 990 мың теңге. Бірақ бұның жылы кішкене жанар, 18 жылы тоже 76 мың пробегімен қара түстегі Camry'ді қарасаңыз да болады. Келесі кезекте тағы да бізде қара түсті Camry 70 автокөлігі. Бұл автокөлік егер қателеспесем 2019 жылғы екен. Жалпы жүрілген шақырымы 82 мың ғана. Бағасы 17 миллион 190 мың теңге. Осы автокөліктерді қарасаңыз болады. Келесі кезекте бізде Camry 70, тағы да ақ түсте 2.5 комплектация Lux предмаксимальная. Бағасына келетін болсақ 16 миллион 890 мың теңге екен. Жалпы осы автокөлікті қарасаңыз болады. Колесодағы орташа бағасы 16 миллион 135 мың теңге. Ал енді достар, келесі кезекте осы Camry'дің нағыз конкуренттері Chevrolet Malibu және де Hyundai Sonata автокөліктерін сіздерге көрсетіп өтейік. Жалпы Chevrolet Malibu'дан бастайтын болсақ, 2 литр турбо қозғалтқышымен жабдықталған, 6 сатылы қорапшамен жабдықталған. Өздеріңіз білетіндей, бұл автокөлік өзін нарықта жақсы көрсетіп жатыр қазіргі таңда. Бірақ турбо қозғалтқышпен сіз қанша мың жүретініңіз және қанша мыңнан кейін сіз турбо наддуыңызды ауыстыратыныңыз әрине белгісіз. Оны енді уақыт көрсетеді және сіздің машинаны қалай айдағаныңыз және де қалай айдап жүргеніңіз және қандай жарыстарға қатысып жүргеніңізге байланысты. Малибуға келетін болсақ, Малибу бізде бағасы 13 миллион 690 мың теңге. 2020 жылғы толық премьер комплектациясында обдув передних сидений, подогрев передних сидений, подогрев және задних сидений, панорамная крышасымен, былғары кожамен, 6 сатылы қорапшасымен және де бесключевой доступ 2 алдыңғы есігінде ғана екен. Жалпы автокөлік жақсы состояниеде, жүрілген шақырымы 17 мың ғана екен. 2 литр турбо қозғалтқыш, премьер комплектациясы 13 миллион 690 мың теңге. Қазіргі таңдағы 2022 жылғы автокөлік бұл жерде артқы камерамен жабдықталған, бірақ бағасы 15 миллион 500 мың теңгеден басталады автосалонда. Значит, 2 миллион теңге артқы камера үшін ескере кетейік. Ал енді келесі кезекте Hyundai Sonata автокөлігі. Sonata өзі корейлік сегменттегі Camry деп атасақ та болады. Комплектациясына келетін болсақ, бұның предмаксимальный комплектация 2.5 қозғалтқышымен жабдықталған. Бағасына келетін болсақ 16 миллион 990 мың теңге екен. 2.5 қозғалтқышы 20 мың шақырым жүрілген екен. Жалпы проекция на лобовое стеклосы бар екен. Состояниесі өте жақсы. Есігі өкінішке жабық екен. Бірақ маған осы Сонаталар өте қатты ұнайды. Өйткені ішіне отырсаңыз басқа бір әлемге отырған сияқтысыз. Hyundai концерні өте жақсы қарқынды дамып келе жатыр. Осы автокөліктерді шығарып, былай айтқанда Camry'ді біздің рыноктан жақын арада шығарып тастайтын да шығар. Бірақ ескере кететін жағдай, Hyundai Sonata біздің рынокқа кірген кезде 2.5 қозғалтқыштарында кішкене ақау болды. 2.5 қозғалтқыштар салоннан шыққаннан бастап май жей бастады. Бірақ енді оны Hyundai компаниясы, отзывной компания жасап, сатқан машиналарын қайтадан өздеріне алып, 2.5 қозғалтқыштарын дұрыстап, қазіргі таңда дұрыс шығып келе жатыр. Sonatаны көрсеңіздер де болады. Hyundai салондарында қазіргі таңда егер қателеспесем, в наличии бар
бірақ бағаларын енді қазір ғанда білмедім қандай екен салонда. Ал енді достар, келесі сегментте біз ары қарай жалпы осы рядты көрсетіп өтейік. Қызықты автокөліктер сіздерге қандай автокөліктер қызықты екенін соларды көрсетіп өтейік. Бізде келесі кезекте сатылымда достар Toyota Corolla автокөлігі жалпы жылына келетін болсақ 2021 жылғы комплектациясы Lux Safety толық комплектациялы 12 миллион 790 мың теңге екен бағасы. 1.6 вариатормен жабдықталған. Дискларына қарасаңыздар өте күшті дизайнмен Corollаның былғары кожамен жабдықталған. Двухзонный климат-контроль, ручник, вариатор. Жалпы осы состояниесі өте жақсы екен. Жүрілген шақырымына келетін болсақ, автокөліктің жүрілген шақырымы бар болғаны 36 мың ғана екен. Қазіргі таңда осы компаниядан сатып алсаңыз болады. Келесі кезекте Lexus ES 350 автокөлігі. Жалпы Lexus сүйер қауым болса, бұл автокөлікті айдап көрген адам болса, комментария жазып кетіңіздер. Қалай екен жүрісі. Жалпы бағасына келетін болсақ, Lexus'тың 2013 жылғы 3.5 қозғалтқышымен жабдықталған. Алдыңғы жетекті 127 мың километр ғана жүрілген. Бағасы 14 миллион 350 мың теңге. 2013 жылғы автокөлікке әрине қымбат, бірақ Lexus пен Toyota өз бағасын әрине біздің нарықта ұстап тұрады. Бағасы көтеріле береді, қымбаттай береді. Ары қарай әрине бізде уже бюджетті класс сегменттер. Бұл жерден енді Jett'тан түсірмей ақ қойық, бағасын жазылмапты. Kia Rio енді бағасы да белгісіз қанша екен. Renault Sandero Stepway в наличии тұр екен. Қызықты экземплярларды көрсетіп өтейік, өйткені достар, автокөліктер өте көп. Қазіргі таңда бұл жерде 120 шақты автокөлік бар екен. Сол себепті біздің выпускымыз 3-4 выпускқа бөлініп кетіп жатыр. Мынау біздің жалпы айтқанда 4-ші выпускымыз деп аталады. Жалпы 4-ші выпуста біз камераларды көрсеттік, осындай Б-класс сегменттерін көрсетіп өттік. Cella 250 автокөлігі бағасына келетін болсақ, Cella'ның бағасы 9 миллион 890 мың теңге, 1.6 қозғалтқышымен жабдықталған 2014 жылғы. Бұл алдыңғы жетекті. Қалай ойлайсыздар? Алдыңғы жетекті Mercedes көріп пе едіңіздер жалпы? Мен тек қана артыңғы жетекті Mercedes'терді көргем, бірақ бұл автокөліктің алдыңғы жетектігін білген кезде кішкене удивление болды. Роботпен жабдықталған, робот қорапшасымен. Енді жалпы айтқанда автокөлік кішкентай ғана, қалаға арналған. Жалпы дизайны өте жақсы, комплектациясы да толық сияқты. Дисктары орнатылған, AMG дисктары өзінің қысқы резинамен, жақсы новый резинамен қапталған екен. Ренжімеңіздер, Cella 200 екен, 250 деп сіздерге әрине өтірік айтып қойыппыз. Келесі кезекте Hyundai Elantra автокөлігі 2019 жылғы. Бағасы 9 миллион 990 мың теңге, 1.6, алдыңғы жетекті 39 мың ғана шақырым жүрілген екен. Жалпы кішкене косяктары бар екен, алдыңғы жағында сынған детальдары кішкене алдынан удар болған екен. Комплектациясы бұл жерде штамповка дискімен, просто колпак дисктарымен көрсетілген екен. Енді сіздерге өте қатты ұнайтын Hyundai Accent автокөлігі. Hyundai Accent автокөлігінің бағасын көрейік. Комплектациясына келетін болсақ, бұл автокөліктің комплектациясы достар 1 минут 9 миллион 290 мың теңге. Бағасы комплектациясы 1.4 базовый комплектация деп атауға да болады, бірақ монитор орнатылған екен. 6 сатылы қорапшамен 11 мың ғана километр жүрілген, 9 миллион 290 мың теңге бағасы екен. Осы автокөлік осы компанияда сатылып тұр. Ал енді достар, енді сіздерге бізбен бірге болыңыздар. Қызықты сіздерді қызықтыратын Toyota Estima автокөлігін көрсетейік, және де бір-екі қызықтыратын варианттар көрсетейік. Сонымен біздің выпускымыздың 4-ші бөлімін аяқтайық. Ал кеттік, бізбен бірге болыңыздар. Келесі Sienna автокөлігін көретін боламыз. Біздің жалпы Orbis Автопробег компаниясына шолуымызды Toyota Sienna автокөлігімен аяқтайық деп тұрмыз. 2005 жылғы бағасы 8 миллион 890 мың теңге. Жалпы 7 орындықтық үлкен автокөлік, жақсы состояниеда. Егер сізге отбасыңыз үлкен болса, немесе Алматы, Шымкент арасында таксовать етемін десеңіздер, осы автокөлікті көрсеңіздер болады. Жалпы бұл жерде 3MZ FE деген двигатель орнатылған. Өте жақсы двигатель, өте өзін рынокта жақсы көрсеткен, өйткені надежность жағынан жақсы двигательдердің бірі 2MZ, 1MZ және де 3MZ деген двигатель 3.3 қозғалтқышымен орнатылған. Толық жетекті автомат қорапшалы автокөлік қазіргі таңда осы компанияда сатылымда екен. Жалпы бағасы 8 миллион 890 мың теңге. Состояниесіне келетін болсақ, американец, состояниесі жақсы сияқты.
Былай XLE комплектациясында, толық комплектациясында XLE толық комплектация болып саналады. Жалпы достар, бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Біздің парақшаға жазылып, лайк, коммент жазып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Абзал. Келесі кездескенше. Келесіде біз Астер авто компаниясына баратын боламыз. Бүгін 21 наурыз, осындай болып тұр бағалар қазіргі таңда доллардың көтерілуіне байланысты. Өздеріңіздің ой пікірлеріңізді комментарияға жазып кетіңіздер. Бағалар қандай болып жатқанын жазып кетіңіздер. Сіздің қалаңызда баға қандай болып жатыр. Жалпы сау саламатта болыңыздар. Бізбен бірге болғандарыңызға тағы да рахмет. Тіркеліп кетіңіздер біздің парақшаға.